біздің общак емес, жұмыс көп оңай емес, тамақ пен үй құйынды, біздерге арман үлес. Қосылған ескі жаңа, жақындап бізге қарау, бұрынғы қыздар емес, өзгеріс бізде бар ма? Тек қана қыздар емес, тек қана қыздар емес, тек қана қыздар емес, тек қана қыздар емес. Жаным, ояныңыз. Жаным, мырзам, мырзам. Мырзам? 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 Ойбай, сен осы мен мырзам демеші. Не істеушін, не болды? Таңғы асқа не жейсіз, мырзам? Соны сұрайын деп едім ғой. Білмеймін, английский завтрак па, бір нәрсе дайындай салсыншы, барш. Английский завтрак. Қоп. Барш анеқа. Қоп. Жақсы. Кетші. Күшті түс көріп атыр екемше. Қайтып ұйықтасам жалғастырам бекен сон. Английский завтрак. Не ол? Не олсын ес? Повар емессің бәсе, білмейсің ба сонда? Мынау білетін шығар, шеф-повар осы ғой. Я? Білем? Англиядан оқып келгенмін ғой мен английский завтракты. Бірақ ол ұзақ дайындалады. Ұзақ? Қайдағы ұзақ? Керісінше тез дайындалатын завтрак қой ол. Я тез дегенім ғой сол. Тез. Сосын маған үйрет. Білмейді ғой английский завтрак не екенін. Ренжейсіңдер айтса. Шошқалар. Жол маған айтты. Мойындайым шошқа керек. Ал, английский завтрак істе, шеф-повар. Қош, көмектесші. Английский завтрак дейсің ба? Оны азанымен бар да, good morning teacher деді, бере стай алдына. Осы. Не тәріпшті бұл артық, Английский завтрак деп. Қазақский завтрак жебесін? Қандай ол қазақский? Кешек ужинға ішкен тамақ ысып бере салсын болды ғой, қазақский завтрак қой. Те білмеймін, английский завтрак дейм ау. Ағылшынша сөйлеп дейсіз ба? Оны бізден сұрама. Біз английскийде, казахскийде ішіп жүрген жоқпыз. Әбетте тұрамыз. Осы мен келіншегім қыз бала сияқты. Жан енді маған тұрып жүруге болмайды ғой. Врачтар айтты ғой, аяғын көтеріп, көбірек жат деп білесің. Бопты. Қалай нормально болып тұрмын ба? Өте сымбатты сұлу болып тұрсыз, мырзам. Мына сөздерді сенен естіген неприятно екен, бірақ. Аселя, не ғой анау кеш-кеше менің қара көйлегім бар еді ғой. Соны дайындап қойшы, кездесуім бар еді. Кіммен кездесуің? Сенмен де. Менмен? Менмен кездесетіңді мен білмеймін ба? Енді осылай үйде жата берем ба мен? Врачтарың жату керек деді осыған. Енді арасында бұлай қыдырып, таза ауаға шығып, серуендеп тұр деп те айтты ғой. Врачтарың саған ыңғайлы нәрселерді айтқан екен да, Кеттім е. Сүрте бермеші, завтрагымды ішейін. Давай, жан, мен де репетиторым. Қай туфли дегенсіз, мырзам? Каблук ұзынды киемін. What are today? My name is English завтрак. Who is on duty today? Не деп атсың? I am today. Who is absent? Оғанай құйыз дегенді айтты қойшы, өтініш. I am okay, yes. Английский завтрак? Бұны тақпай қойшы, кішкентай бала емес болмай саған, төгіп шашып жейтін. Арсен ағай, кешіріңіз, біз бірақ английский завтрак дайындай алмадық. Дұрыс қой, осы ғой английский завтрак деген. Осы ма английский завтрак? Қазақский 2 жұмыртқа деп айта салмайсыз ба? Әлде қандағынай ой. Сіз сонда английский завтрактың қалай дайындалу керектігін білмейсіз ба сонда? Білем. Осы 2 жұмыртқа ғой английский завтрак. Асқосын ағай. Сен бұны ашуына көп тей берме. Ашуына көп тейсең, английский завтрагынан бір теуі мүмкін. Шының ғой, ашуына теу. Болды, ас болсын, мырзам. Болды. Ақпайсыз ба? Қош. Келдің ба, Мереке? Келдім. Не түнде үйіңе қонбағансың ба өзі? Сен не жұмысың бар,
Сен неме аңдып жүрген жоқсың ба әйтеуір? Мен саған келмей деген жоқ па? Сөз түсінбейді не деген бөпесің омая? Бөпем мен бөпе, бұзық бөпем. Керек па? Тәрбиелеп ал. Бөпе? Мен сен тәрбиелейтін садиктегі тәрбиешің емеспін, түсіндің ба? Келме болды. Енді келетін болсаң полиция шақыртам. Полиция сені алып кетеді да манежге қамап қояды. Шутница екенсің, базар жоқ. Сенің нұрлы дидарыңды көруге келдім. Не болды сонша бір? Тағы көрсеткің келсе хабарлас. Нені? Дидарыңды. ВК-ға той баған кішкентай бөпе. Басымда қатыра бермеш, кетші бар. Если что, нөмірім бар ғой. Дәл қазір хабарлассам. Мен ол щеголдардан қалған шығар, мен омай. Мына бөпелер шаршатты менше. Английский завтрак не істедіңдер? Ой, 2 жұмыртқасын қуырып бердік қой. Кімнің? Тауықтың қуырылған жұмыртқаны английский завтрак дейткен ғой. Шығармайтын жоқ соларын. Китайский завтрак доширак бере салу керек. О, жаным, келдің ба? Жоқ, әлі жолда келе жатырмын, келген жоқпын. Не настроениең жоқ? Қош. Всегда осындай бірдемелер болатын да. Келе жатсам, ё-моё, машина. Қуасың ба сен? Жынсыма не істеп тұрсың? Жай қатты сағынып кеттім. Бір күнге сағынғанға үстатсың ба? 10 жылдан кейін кездеспей қояқшы, ё-моё. Өлдіріп тастайтын шығарсың. Одан соң сәл душқа түсіп жүрсің, немене бәле үстің не сасып жатыр? Ренжімеш Мереке. Толғанай, сағыныспай көрісіп тұрайық, я? Не деген сағынасың сен? Әбетке ше, қордақсыңдыр ше. Кедіргі, айна кеп қалды ғой, не істейм? Ай, сен кесірің бәрі. Болдым. Мен қосымша табыс тауып, TikTokқа стримға кірем деп шештім. Стрим деген немене білеу? Баяғыда қыздар осы қосымша ақша табамыз деп неге кіретін еді? Сетевойға. Олар стримға кіреді. Өзіңде айлығың нормально ғой? Повар осы. Соны айтам. Оның үстіне біреудің нанын тартып алып жеп отыр ғой. Шеф повар болып. Көресіңдер ғой, ертең байып кетем. Көресіңдер. Байып кеткен кезде ше, мен жұмыс қаш. Құр жүрмейін, сен жаққа кіріп алайын. Сонда сен өзіңде ой жоқ па? Өз байып кетейін дейтін. Мына осыны байған күт жүре бересің ба? Мен маған бай болмайды ғой. Мен байсам мал болып кетем. Қуып кетем мен. Алдын бай болғам ғой мен. Үйімді, машинам, бәрін ошым сатып казиноға тығып жүрмін ғой. Қойш. Болмайды маған. Қуып кетем десе, көтере алмайсың ғой сен, Ол ше, TikTok деген білмейді екен. Бірақ әйтеуір жаман дейді ғой. Ана жерде батыл ойнап, абыройларын төгіп, жалаңаштан, жартылай жалаңаштан билейді дей ма қыздар. Өбәй ағай, сіз білмеймін деп бәрін білесіз ғой. Өтіп барады көресің ғой. Бірақ TikTokта Толғанай сияқты қыздар бар ма? Ақшаны орып тауып жатыр ғой. Қош, мен сияқты қыздар көп ақша таба ма? Прямойда отырады да, жел шығарады. Жұмыс. Дұрыс қой, шықпай кіріс кірмейді да. Мен кірсем миллионер болып кетем десе, Ой, пішан ақша. Бір жел шығару 5000 теңге. Қош. Еще туған күнмен құттықтап шығарады ғой. Ой, бәне алдайды. Қанша жел ысырап болды ғой. Бағана бір 5000 теңге кетті ғой менде. Байқадым ғой 5000 теңгеңді сен. Иісі жаман болды. Не істейсің Толғанай? Стримға кіресің ба? Гороховый суп дайындайын. 10 жұмыртқа асып берейін де, саған соны жеп алып кірсейін. Қойыңыздар, бір сіздерден қолдау күтіп отырсам. Қандасымыз қолдайғы. Ренжіп қалған ау? Қолдап сен отыра бермей ана жаңа гороховый супын дайында. Қасына жұмыртқаны қуыр. Сосын пияздың бүтін қайнатып қой. Көгерген нанмен ше.
Сосын отсын дейсіз ғой, арыстан жіберіңдер, бұп өткізіп. Арыстаны бүйтіп келетін сияқты ғой. Түйірмеш? Михон, мен күйдірдім. Дұрыс айтасың. Сен мені күйдірдің әптен. Ой, көйлек күйдірдім деймін. Мен ғой көйлек күйдіруге шықтың ба уже? Күйдіргі десей. Бопты, ештеңе алмайды. Бір көйлек әперем. Әйеліме көйлек әперуге дұғым жетеді мен. Сол менің көйлегім емес, Зируза ханымның көйлегін күйдірдім. Ой, бай, нең бар оның көйлегінде? Оған көйлек әперуге дұғым жеткен мен ақшам жетпейді ғой? Нең бар оның көйлегінде? Симайды да оның көйлегі саған не? Енді өзі ғой үтіктеп қой деген. Саған тапсырып жүрген, ол да ақымақ. Енді мен саған сенбей өзім киімімді өзім үтіктеймін ғой. Кетші бар сенен қолда күтіп тұрған, мен де ақымақ. Неғып менен бәрі бүгін қолда күтіп жүр? Ойба, мынауың тупай екен ғой таза. З емес ТХЕ болып жазылады ғой. ЗЕ деп қазақша жазып қойғаның, не? Бопты, қазір түсіндім. Неғысы ар тұрсын, төмен басымнан ұратын адам құсап бей. Зируза ханым, нәрсе сұрап жүрсем бола ма? Жап естіп, сабақ өтіп жатырмын. Сұра. Зируза ханым, жаңағы көйлегіңіз қанша тұратын еді? Не бір 700 мыңдай ма тұрады? 700 мың? Жынсыз ба, 700 мың адам көйлек ала ма? Ойбай. Неғысы өзім білетін. Я, өзіңіз білесіз ғой, бірақ я. Мен бар онда 700 мың дайындай, көйлегіңіз дайындай берейін, я? Не, көйлек дайындайсың, 700 мың дайындай берем деген. Сен де онда ақша жүр. Дайындап па, жайша? Енді дұрыс қой, Михон дейтін күйеуі бар ғой. Қан ішіп бүкіл нервісін тауысқан сияқты ғой, че-то. Жоқ, просто бізде үйде обычно мен да жігітімнің қанын ішетін. Көрініп тұр? Көрініп тұр деймін, көкбет екен. Ойбай, бұлай қателесіп кетіппін деп басқа сөз айту ондай жоқ қой, ә? Жоқ. Негізі жаман дерзкаясың сен, ә, Мереке? Сондаймын. Кімнің қанын жеді екенсің сен? Кімнің қан ішетінін білмеймін ше, кейін кездері че-то тек қана бөпелер кездесіп жатыр. Кешеден бір бөпе нервыма тиіп жүр ше. Жаңа да жыныма тиіп ызыңдап тұр. Продам машину в очень хорошем состоянии, ведь масло от замены до замены, ни грамма расхода нет, коробка передач переключается без пинков, без рывков. Звонит по существу, толк в пределах разумного, ведь. Мерз қарап. Почкам ауырып отқан сияқты. Почкам ауырып тұр. Почканы сатамыз ба? Кетші керек қой өзіме. Шыны ғой? Ханымның көйлегі 700 мың тұрады екен. Сен почканы сатайық та? Қуасың ба, керек қой маған? Сонда маған керек емес, ақыры ауырып отыр ғой, не істейсің? Сонда ауырып отқан жер бәрін сата беру керек па? Бүкіл денем бәрі ауырып тұрса, мен полный сатып беретін шығарсың? 700 мыңды қайдан табамыз енді? Қайдан табамыз да мен? Қайдан табамды? Достар, лайк басамыз, кеттік. Бека, хорош! Кеттік. Ой, достар, пончик жібере бермейдеш маған? Дұрыс қой, сен сияқты пончик қызға пончик жіберіп жатыр да? Арыстан жіберіңдеш, достар. Оғанай, олар арыстан жіберу үшін арыстан кіру керек та прямойға. Қымбат, сыйлық хочу, давайте, достар. Бағана айтты ғой саған, жел шығар деп, шығарса жел, поқ өткісей. Басында 1000 жарымның шығара бере, кейін 5000-ға жетіп аламыз. Аяқа барыңдарш. Кеттік, лайк басамыз, лайк қимылдаймай қалды, достар. Достар қимылдамайды ғой, жел тұрмаса шөттің басы қимылдамайды дейді. Кеттік, достар.
жазып жатыр ғой, маған ше? Не дейді? Кездесуге шақырып жатыр. Барып көрсе, жолығып көр. Кім білет, может, на самом деле ол кәдімгі үлкен жігіт шығар. Рас ғой ондайда менде. Бір жігіттен көңілім қалса бітті. Екінші рет ондай желание болмайды да. Ол ана өткендегі айтқаның, ол сен жігітіңнің кінәсі жоқ ол жерде. Айтқан жоқсың ба, бір жалмауыз тартылады деп. Вот сол кінәлі. Сен қайтесің, оны ұмытпай жүре бересің бе, одан да бойын басқа жаққа бөліп, басқамен сөйлесіп көр. Может, сенге де дұрыс шығар. Вот қай ресторанға деймін? Так. Ана жерге шақырсай, неде? Республиканың бойында Каусар бар ғой? Сол жаққа шақырып, как раз мен де кешке сол жақта боламын. Тамақтары күшті ма? Зор. Бірдеңе дұрыс қылмай жатса, мен құтқарып қаламын. Ойбай, кім айтып жатыр маған? Сен құтқарасың ба мені? Менде де қара күш бар ғой. Ойбай, сенде қара емес сияқты күшің. Розовый сияқты. Сенде розовый күш бар. Вот менде қара күш бар десе, сені бөліп. Болып тұр. Сол жерге шақыра берем, я? Ұйықтастапсың ғой мына не? Болмайды. Енді не істеймін? Қойшы бір жылап сонша бір адам құны емес шығар. 700 теңге тұрады дейді. Менен қымбат тұрады екен мына. Не істеп отырсыздар? Мынау не көйлек? Мынау ханымның көйлегі ғой. Жыртқансыңдар ма сендер? Бітті сендерге. Хана сендерге, мен барып ханымыма айтамын. Мен қуаным. Кет, жолама! Кет дейін! Елге айлаңды сандап қоры! Кет бар! Қораға өзгірді ғой. Вот ешқайда қылмайды, сен мына яғына шығасың. Кет деймін саған. Бересің ба? Кет! Бересің ба? Берілесің ба десей? Кет дейін! Берілесің ба? Кетіңдер! Бермеймін де, құры кет! Тома. Кет дейін, кет! Кет бар! Мырзам! Жаба осыңға, айуан. Ханым сіңірдім! Іштеңе. Ханым дайын болып қалды дейді. Ханым, сабақтарыңызды өтіп Алла зейіндеріңіз ашсын. Давайте, достар, осыдан кейінгі батылдардан жеңіліп қалмайықшы. Оғанай. Жейтін не бар я? Кетші, стримда отырм, барша неяқ. Бетің жерде дәп тұрып тұр сен. Осы нең бар менде? Бетімде не шаруаң бар? Маңдайыңа жазған көретін дайын. Достар, крупно подарка аттыңдаршы өтініш. Сен подарка сұрамасай олардан, влажный салфетка сұрасай. Келесінде ұтсандаршы, шошқа деп жаздырыңдаршы. Кетші, аняға көзіме қой. Достар, мән бермейміз, лайк басамыз, достар, кеттік. Топим! Бірдеңе айтқысы келіп еді, ал шанан. Банан емес, басқа бір нәрсе тығыңдаршы. Жапшы ба, скотч ба бір-бірім. Болды ғой, дей берім сен. Шықпайды. Ханымға айтатын болсаң, осы жерде отырасың дейсің. Отырған, Джонни. Ұсталмайым деп ойладың ба? Менен қазір сен не істейтін білесің ба? Денеңді бөлшектеп крокодилдерге тастайым. Тырнағыңның араларына ине тығам. Ең сорақсы, мына екі мұрын тесігіне түсіп отырмайым ба? Жауыз екесің, үйтіп, қинамақ қой. Болмаса... Мына қинауың арзан емес қона, крокодилді қақында басыншы. Ой, отырады ғой, анау бар, проблеманы шешіп алғанша. Болмаса, арқасынан мініп алып, қамшымен әбден ұрып шаппайын ба? Сен точно қинайын деп атсың ба? Қинауларың бір түрлі күн өзі. Қинамақ қойшы, вообще. Кинодан көріп ағам ғой, анау. Бандиттің образына кіріп атқам ғой. Кірмесе ешқайда. Үйтіп қинамақ қойсай, әшең простой қинай берсең, прическасын бозы деген сияқты ғой, бейтіп. Қойш! Мынау қатыннан бекер ғой. Ей, қой! Не істеушілер екеу? Арғы, сіз ойлағандай емес бәрі.
Біз подвалда екеуміз-ақ болдық. Басқа ешкім болған жоқ. Мен ойлағанда екен ғой онда. Ой, бір затты апарып қойып шықтырадық. Иә, сол апарып, сол затты байлап тастадық қой ішке. Сөйлемеші сен, вообще. Қыз баланы көрмедің ме сендер? Маған киімдерін дайындап беру керек еді. Ой, қыз баланы не қыласыз? Киім ба? Мен ақ дайындап беремін соны. Сен ба? Иә. Қашаннан бері мен киім дайындайтын болғансың? Ой, жүрсеңші киім дайындау деген не болып жүрмін? Өзім дайындап беремін. Не болған? Ой, ештеңе бар. Зеруза ханым, сіз бүгін басқа өлеңіңіз киесіз-ау. Чөтіма ана өлеңіңіз дымда ұнап тұрған жоқ. Бір түсі кетейін деген ба, оның үстіне артада жыртылайын деп тұр. Да? Иә. Шекан таза стилист болып кетсің ғой, иә? Басқасын кисеңші. Бүгін соңғы рет кие салайыншы, одан кейін саған бере саламын. Мынаған сенің көйлегіңді. Не істеді ол сенің көйлегіңді? Бір санына киіп ала ма? Бұған ол көйлегі анау қол жетімді баспана сияқты тар болатын жар. Қош Мереке, жақсы болды. Онда дәл қазір бере салыңызшы, иә? Бүгін бір-ақ рет кие салайыншы, иә? Ой, онда өзіңнен көр. Ой, өзіңіз беріңіз, иә. Қазір бере салшы деймін, а? Наглый бомж ба, мынау. Қой, жақсы, иә? Пока. Кім анау? Что-то таныс қой. Таныс қой дейді? Адам қалай танисыз? Түрін көрген жоқсың? Солай да таныс болып тұрды енді. Репетитор ғой. Репетитор ма? Репетитор ғой. Не болды? Базеге айтпақшы, көмегіңіз керек болады. Не көмек та? Жүріңізші, көріңізші. Не ол? Ханым, вау, көйлегіңіз күшті болып тұр. Әдемі, иә? Иә. 700 мың, прикинь. Әдем жарасып тұрғар, сен ағай айтыңызшы. Күшті болып тұр. Иә. Өте күшті болып тұр. Арты әсіресе күшті болып тұр. Бірақ костюм кие саласың ау. Иә. Не үшін? Қойшы жаным осылай күшті болып тұр ғой. Просто арты тырысып тұр да. Костюм кие салшы. Қызғанады өзі, қызғаншағым менің. Рахмет сізге. Не үшін рахмет? Қызғаншақ болғаныңыз. Зеруза ханым, осы жолға тойға киіп барған деген көйлекті маған сыйлауды ұмытып кетпеңіз. Сыйлай салайын. Иә. Машина жыртық көйлекті. Кеттік па онда? Иә, кеттік. Қазір пиджакты алып алсам ана жақта. Болды, кеттік. Жақсы, кетіңіздер. Абай, жолдарыңыз болсын. Оқыранамысың, оқырана ғой. Мынау мен шалбарымды жыртқан ба, бұл бір жыртқыш қатын болды ғой да. Әсел. Мен қатын жыртады. Мереке? Арсен? Сен не істеп жүрсің? Сен не істеп жүрсің?